Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нурик Плей. Достар, біз бүгінгі видеода қалай ютубтағы салған видеомызға қызықтырып не істейміз, жаңағы адамдарды сол видеоға қызықтыру үшін сурет қоямыз, видеоға сурет қоямыз, соны айтатын боламыз бүгінгі видеода. Ол үшін бізге PicsArt деген программа керек. Оны сіздер Play Market'тен немесе Google'ден басып ала аласыздар. Мінекей мынау мен істеген жаңағы снежный веселье деген нем ғой. Жаңағы адамдар қызықтыру үшін жасаған суретім. Мысалы осыны қазір мен жасап алған дайын. Бұны біз енді ютубтағы видеомызға қоямыз. Бірінші біз ютубқа видеомызды салып аламыз, және де творческий студия ютуб деген болады. Соған кіреміз да и таңдаймыз жаңағыны. Видеомызды таңдаймыз. Мысалы мынаған қоя салайық, рейтинг көтереміз екен. Осыған кірген кезде мына жерде төбеде осындай тұрады. Міне көрсетіп жібере салайын. Мына қаламның суреті тұрады. Осыған кіреміз и изменить значок басамыз да жаңағы суретімізді қоямыз. Свой значок деген басамыз и сіздердің телефондарыңыздағы сурет шығады. Бұл жаққа осы жерден таңдаймыз қазір. Мынаны қоя салайық. Выбрать деген басамыз и сохранить. Мінекей біздің неміз дайын болды. Және бәріне шығып кетейік. ютубқа кіргенді тексереміз. Оп-оңай достар. Бар болған екі программаның арқасында қоюларыңызға болады. Рейтинг көтереміз, көрдіңіздер ме? Міне. Адамдарды қызықтырып осылай қойып қоясыздар. Хедшотты көреді, қалай береді деген деп қызығып осы видеоға кіреді. Сіздермен бірге болған мен Нурик Плей. Видеоны лайк басып, каналға жазылып, колокольчик басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.